Сәлем достар, қанды жаңбыр, бақалар мен өрмекшілер түріндегі жауын-шашын фантастикалық шығармалар авторларының өнертабысы емес. Бұл бір кездері әлем тарихында болған нағыз табиғи құбылыстар. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бұл бейнемізде біз сіздерге адам айтса сенгісіз сұмдық жауын-шашындар жайлы айтатын боламыз. Ал сіз арнамызға әлі тіркелмесеңіз, тіркеліп, қоңыраушаны басып, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Ендеше кеттік. жылы қыркүйек айында Мексиканың Тамаулипс штатындағы ауа райын айтатын болсақ, ауа райы бұлтты және балық жауыны күтілуде деп айтатыны ешкімнің ойына кіріп шықпаған болар. Шынымен де аспаннан балықты жаңбыр жауды. Ешқандай да бұршақ немесе қар емес, кәдімгі суда мекендейтін балық аспаннан жаңбырша жауды. Сіз үйден сыртқа не серуендеуге шығып қалсаңыз, жаңбырлы балық жауып жатыр. Әр жерде балық аяғы баспайтын жерде жүр екен. Көзіңіз банкі болып қалатын шығар сірә. Біздің көзімізге бұл жайт ерекше екені анық. Ал көше мысықтарына бұл өміріндегі ең керемет жаңбыр болғаны сөзсіз. Аспаннан жаңбыр қалайша балық боп жауғанын түсінбей отырған боларсыз. Бұның сыры теңіз мұхиттарда бұршақты жауынмен қатар торнадо болған кезде пайда болатын табиғаттың ең сирек кездесетін құбылысы екен. Атмосфераның қысымы төмендеп, қатты жел оларды көтеріп кеткен кезде осындай жаңбыр болады. Сосын барып ол бір жерлерде балық қосылған жаңбырға айналады екен. Бұндай ауа райы өте сирек кездесетіні рас. Бірақ дүниенің әрбір жерлерінде жыл сайын бір рет орын алып тұрады екен. Бұдан басқа осындай балық жаңбыр 2016 жылы наурызда Австралияда жауған болатын. Уинтон қаласының маңында болған бұл жауынға жергілікті тұрғындар қатты таң қалған. Себебі бұл маңның айналасында ешқандай өзен, тіпті көл де болмаған. Міне табиғаттың өзі осындай тосын сыйларын беріп тұрады. Австралия құрлығы сол құрлық жайлы шығарған бейнемізде айтып кеткендей, өте қауіпті жыландар мен өрмекшілер көп кездесетін жер болып табылады. Бұлай болғанына қарамастан, туристер осы таңғажайып жерге келуге қызығады. Бұл жақтан осы тізімге тағы бір жаңбырды қосамыз. Өрмекші жауыны. Көпшіліктеріңіз экраннан алыстап отқан боларсыздар. Дүрбелеңге салынбаңыздар. Өрмекшілер сіздерден әлде қайда алыста. Жақсы, табиғаттың осындай жауыны 2015 жылы мамыр айында Голберн ауданында болған еді. Қорқынышты фильмдердегідей көрініске тап болған жұртшылық қатты дүрбелеңге салынып, тіптен кейбіреулер ақыр заман деп ойлағандары да болды. Ал ғалымдар әдеттегідей мәселенің анық-қанығын түсіндіріп, барлығын тыныштандырды. Бұл жағдай бүкіл әлемде кездесіп тұратынын айтты. Мысалы, Ұлыбританияда, ақш-та, Бразилияда. Мамыр айында немесе тамыз айында жаңадан туылған өрмекшілер талдарға шығып өрмек тоқиды. Осы сәтте жел соққан кезде оларды ұшырып әкетеді. Осылайша өрмекшілер жаңа жерлерді басып алады. Тағы бір кезекті жаңбыр түрі адамды таң қалдырмай қоймасы анық. Далаға шығып қалсаңыз қанды жаңбыр жауып жатыр делік. Қорқынышты фильмдердегідей естіледі. Адамдар бір кездері бұндай қызыл жауынға жиі тап болатын еді. Анығында бұл қанды жаңбыр емес, қызыл түске боялған су. Алайда осы оқиғаға байланысты адамдарда көп пікірталастар болған. Кейбірі бұл жаңбыр метеориттің жарылысынан пайда болды деп есептесе, басқалары боялған түс жер бетінен тыс әлемдегі жасушадан пайда болды деген. Ал ғалымдар болса бәрін өз орнына қойып, әрдайым болған мәселенің анық-қанығын түсіндіріп, логикалық шешімін табады. 2001 жылы Үндістанда болған қызыл жаңбыр қызыл балдырлардың ерекше түрімен боялған болып шықты. Олар атмосфераға көтерілген, сосын жаңбырмен араласып кеткен. 2012 жылғы Шри-Ланка аумағына жауған қызыл жаңбырдың да құпиясын ғалымдар ерекше балдырлардың жетіспеушілігінен болғандығын анықтаған. Ал Еуропада жауған қызыл жаңбырға келсек, ол жаңбыр мен қызыл көлдің араласуынан пайда болған. Алдымен Африкада болған қатты жел оны биікке көтеріп әкетеді де, сосын ауа ағыны Еуропадағы қанды жаңбыр болды деген жерге барып, жаңбырмен араласып құйылады. Индонезия іс жүзінде әр күні әртүрлі белсенді жанартаулардың соққысымен бетпе-бет келетін тұрғындардың мекені болып табылады.
және күн сайын жер сілкінісі болып тұрады. Және де белсенді жанартаулармен бірге өмір сүруге тура келеді. Бұнда олардың саны 130-ға жуық. 2014 жылдың ақпанында Ява аралдарының тұрғындары мүлдем өзгеше жауын түріне тап болатынын білмеген. Қалада жаңбыр көл болып жауған болатын. Килут жанартауы алып күлдің бөлшектерін бүкіл жерге лақтырған еді. Айналада күл жаумаған жер қалмаған болатын. Және жергілікті тұрғындар бұрын соңды бұл жағдайға алғаш рет куә болғандарын айтты. Табиғаттың бұндай құбылысымен ойнауға болмайды. Сол кезде күлдің салмағынан бірнеше үйлер құлап, Сурабай қаласындағы бүкіл жер үстіндегі нәрселердің бәрін қалың күл басып қалған. Австралияға қайта оралайық. Себебі бұл елде адамдар ғана емес, жануарлар да түрлі қиындықтарға тап болады. 2018 жылдың қаңтар айында континенттің кейбір облыстарында температура рекордтық көрсеткішке жеткен кезде қатты ыстықтан адамдар балмұздақтың, салқын су мен салқындатқыш кондиционердің арқасында оңай шыққан болатын. Ал жануарлар болса өз-өздерін құтқаруы керек болды. Сол ыстыққа жарқанаттар шыдамаса керек, аспаннан мыңдаған жарқанаттар құлап, жаңбыр секілді жауды. Бұл жануарлар 47 градустағы қалыпты аптап ыстыққа төтеп бере алмағаны анық. Мамандардың айтуынша сол ыстықтан 100 мыңға жуық жарғанат өлген екен. Негізінде бұндай жауын-шашындар қуаныш әкеле бермейді. Өйткені шектен тыс жауын-шашын көбінесе көңілді жағдайлардың себебінен болмайды. Назарды сәл басқа жаққа аударайық. Сіздің осы экранда көріп тұрғаныңыздың табиғатқа дым қатысы жоқ. Шындығында ол адам қолымен жасалынған. Әлемдегі алғашқы автоматты ғарыштық жүк кемесінің жойылуы ғана. Ол кеменің аты Жюль Верн. Ұшырылым 2008 жылдың 9 наурызында болды. Халықаралық ғарыштық станция 17 ғарышкерлерді ұшырып, кемеге 500 кг азық-түлік, 140 кг қосалқы бөлшектер және 80 кг киім алды. Сонымен қатар 270 келі су, 21 келі оттегі және 856 келі зымыран отын тиелді. Жюль Верн миссиясы сәтті жүзеге асты. Бірақ жүк кемесі көп ұзамай 29 қыркүйекте апаттық жағдайдан атмосфера қабатына өтіп кетті. Оның жойылуы біз көрген ең әсерлі көріністердің бірі. Кеменің қалдықтары 120 км биіктіктен құлап, кейін Жаңа Зеландиядан бірнеше мың шақырым жердегі Тынық мұхитының түбіне батып кетті. Қызығы, осы кеменің құлау сәтінде қанша адам тілек айтатын жұлдыз деп тілек айтқан екен. Өкінішке орай, жер бетінде болатын кейбір құбылыстарға ғалымдар толық дәлелмен жауап бере алмады. Мысалы, жұлдызды желе дегенді естуіңіз бар ма? Бұндай жауынды адамдар тарих бойынша әлемнің көп жерінен кездестірген. Алғашқы еске салатын жазбаларда 14 ғасырдан бері кездескен екен. Бірақ содан бері адамдар болжауды тоқтата алмайды. Кейбір нұсқаларда бұл өзге ғаламшарлықтардың хабарламасы мен белгісі деп есептеген және органикалық зат екені жазылған. Бірақ бұдан көрі ол бақалар мен құрбақалардың ішкі ағзалары деген дұрыс сияқты көрінеді. Бірақ бұл да нақты емес. Түсіндірме дәлел керек. Анығын әрине бір Құдай біледі. Тұрғын үйдің ауласына аспаннан акула құлады. Сіз осындай ақпаратты байқасаңыз, бірден қарайтын едіңіз. Әрине бұл үлкен акула емес. Дегенмен де акула болғандықтан ғажап естіледі. Кішкентай акула да акула. Ерекше олжаны балалар 2015 жылы ақш-тың Вирджиния штатынан тапқан. Бақытымызға орай, бұл жерде өзге ғаламшарлықтардың араласуы болған жоқ. Шамасы қаланың үстінен ұшып келе жатқан құс олжасын тастап кеткен. Келесі кезектегі жауын игуана жауыны болды. Бірнеше жыл алдын ақш-тың Флорида штатындағы тұрғындар осындай ерекше табиғи құбылысқа тап болды. Жауын дегеніміз артық болар. Яғни, ағаштың бұталарындағы игуаналар бәрі құлай бастаған еді. Бірақ олар өлмеген, дем алады, аздап қана қимылдай алады. Флориданың климаты жылы болып келеді. Кенеттен келген суыққа олардың бойы үйренбей қатып қалған еді. Игуаналардың организмімен төтеп беруі жоғары болып келеді. Тіптен қатты аязға да шыдай алады. Сондықтан, содан кейін күн жылғаннан соң игуаналардың қайта бойы жылынып, өз жөндерімен жүріп кетті. Ал сіз аспаннан жауған ақшаға қалай қарайсыз? Ақшаны төбеңнен жаңбырша жауғызамын.
1940 жылы Нижний Новгород облысындағы Мещери ауылы 17 ғасырдан қалған тиын жаңбырынан зардап шекті. Дауыл тым тереңде жасырылмаған қазынаны шайып кетті. Ақшаны ауылдың айналасына шашып, жергілікті тұрғындарды қуанышқа бөледі. Бұл видеомызды аспаннан құнды ақша жаудырып тұрып аяқтаймыз. Ақшаны төбеңнен жаңбырша жауғызамын. Егер аспаннан жауған түрлі заттардың куәсі болатын болсаңыз, видеоға түсіруді ұмытпаңыз. Сіздің түсірген бейнеңіз көпті таң қалдыруы мүмкін. Ал сізге қандай жауын түрі ұнады? Өзіңіздің жауын шашын туралы барлық ой пікірлеріңізді комментарийге жазып қалдырыңыз. Біз оларды оқитын боламыз. Ал видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.